Сәлем құрбым, небәрі жарты сағатта дайын болатын борщтың рецептісін қабыл ал. Алдымен таза чашымызға 3-5 ветка свежий петрушкамызды салып, 3 секундта 7-ші жылдамдықта ұсақтап алатын боламыз. Оның үстіне қызанақтарымызды саламыз, 200 грамм төртпішілеп туралған. Оны да 10 секундта 4-ші жылдамдықта ұсақтап алатын боламыз. Осы дайын болған петрушка мен қызанақты бөлек ыдысқа салып алып қоямыз. Бұл бізге соңында қажет болады. Енді 100 грамм жуамызды, 100 грамм сәбізімізді, 200 грамм қызылшамыздың бәрін 4-1 қылып турап, термомикста ұсақтап алатын боламыз. 6 секунд 5-ші жылдамдықта. Міне осындай болып шығады. Енді осының үстіне 40 грамм сұйық майымызды құямыз, немесе оның орнына топленый майды да құюға болады. Осыны біз 5 минут варома режимінде пассеровать етіп аламыз. Жылдамдығымыз 1,5 реверс. Міне осындай красота пайда болады. Енді осының үстіне 150 грамм ұсақтап туралған картобымызды, 200 грамм капустамызды, 1 литр суымызды құйып, 17 минут 100 градуста реверсте 1-ші жылдамдықта пісіретін боламыз. Міне қыздар, бізде осындай буы бұрқыраған красота пайда болады. Енді осының үстіне 1 шай қасық тұзымызды татымына қарай, 1 ас қасық томатный пастамызды саламыз, және де жаңа алып қойған қызанақ пен петрушкамызды саламыз. Оның үстіне 1 банка тушенкамызды саламыз. Осының барлығын біз 5 минут 100 градуста реверс 1-ші жылдамдықта сақырлатып тұрып қайнатып алатын боламыз. Сақырлатып қайнап болғаннан кейін 10 минутқа тындырып қойып қоямыз. Содан кейін осындай супчигімізді ыдыстарымызға құйып, сметанамен және нанмен беруді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Арнама жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.